Aa. Olay. Пациент 1996 жылғы баняға барады. Банядан кейін қатты қыздырынғаннан кейін ертеңінде жұмысқа барып нагрузка жасап, одан кейін белі шойырылып, белі ауырып, бізге келеді, біздің орталыққа. Оңға? Тоже осы жерде. Алдыға еңкей. Боль бар ма? Бар, не осы жерде. Артқа шалқай. Боль? Жоқ, нормально. Бір аяғыңды кеудеңе қарай көтерші, бүйтіп тартып. Тарт. Ауыра ма екен? Ауырады, тізе ауырады. Келесі. Мынандай. Тоже тізе. Қай жері? Мына жері ауырды. Ал бұл жаңа бірдеңе соғып қалған сияқты ауырды ма, или қалай ауырды? Дызылдап, дыз ете қалады, тартып келіп кетеді. Қазір мына басқан кезде беліңді темірді алып қыздырып отырып басқан сияқты ішіне болады. Иә. Демалуға тырыс, күшінбеуге тырыс. Егер демалатын болсаң, тезірек орнына салынады да, одан ауырғаны кететін болады. Негізі бұлай толыққанды беліңнің ауырып жүргені қанша болды уақыт? 8 ай болды. 8 ай болды, е? Оған дейін мазалаған жоқ, белің ашып? Оған дейін ауырмаған, е? Ауырмаған, е? Бұның бәрі негізі үлкен нагрузкадан басталды ма, ауыр көтергеннен? Ауыр көтергеннен, е? Осындай нарушение болатын болса, ысытуға болмайды. Ол баняға, одан кейін согревающая мазь болатын болса, және де ваннаға жатып қыздыратын болса, тағы да ауыр көтеретін болса, асқынып кетеді. Сен 4-ші мен 5-ші бел омыртқаңда проблема бар негізі. Солай деп айтқанда, не де түскен. МРТ-да. Сол жерде бар. Одан кейін аяғың мұздап, дымқылданып жүре ме? Ақырғы кезде? Бар, е. Бар, е. Бұл нарушение фасция деп аталады. Фасция деген терінің астындағы тұратын ақ көбік. Ол көбінде бір нагрузка, бір әлде де басқа бір травма алып жатқан жағдайда ол нарушение болып қысылып қалады. Өкшін көтер. Қалай? Кетті ме? Енді полностью ауыратындай жасашы өзіңді. Толыққан көріп ары бері. Олай қозғалғанда ма? Өзің бір қай жаққа қозғаласың? Жоқ, нормально ма? ауырмайды, бағына ауырмай ма? Иә. Бұрын не істегенде ауырушы еді? Жатқанда ма мүмкін? Короче, неме істегенде ауырады, андай. Жатып, екі аяқ созған кезде. Жаттай соз енді аяғын. Ауыра ма? Нормально. Нормально ма? Тізе ауыратын, что-то басып қалды. Тұршы айтпақшы, сен тізеңді көтерген кезде ауырат деп айттың, бүйтіп көтер. Олай ма? Жоқ, до конца көтер. Және үстегенде ауырмайды. Ауырған, кет қалды, келесі. Жүр. Тағы да мына аяққа тұр. Мен мына аяққа тұр, сразу. Жоқ. Жаңа тізе ауырмады. Үстегенде. Полностью боль кетті ма? Кетіп тұр. Боль жоқ, бүйтіп көр, айландырып, полностью беліңді айландыр. Беліңді. Жоқ, бағана бұлай өзі бүйтіп қозғалғанда ауырғанда білмей тұрған. Қаз кетті. Жоқ, ондай жоқ қой.